Су тасқынынан зардап шеккен өңірлердегі 3,5 мыңнан астам оқушы емтихан тапсырмайды. Бұл туралы бүгін үкіметте оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев айтты. Биылғы оқу жылын 3 миллион 800 мың бала аяқтағалы отыр. Оның 186 мыңы мектеп бітіреді. 7700 түлек алтын белгіге үміткер. Су тасқынынан зардап шеккен өңірлердегі, яғни Атырау, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан облыстарының 3,5 мыңнан астам оқушысы аралық және қорытынды емтихандардан босатылады. Қорытынды баға жылдық негізде қойылады. Қашықтан оқыған 2600 мектептің 832 мың оқушысы үшін жазғы мектеп ұйымдастырылады. Ал 2 миллион 900 мың бала жазғы демалыста 10 мыңға жуық демалыс орталығында өткізеді. Су тасқынынан зардап шеккен өңірлер балаларының демалысын бізде ерекше назарда. Бүгінгі күні Олжас апа 614 бала демалыспен қамтылды. Қазіргі уақытта 628 бала демалуда. Алдағы уақытта 3883 баланы сауықтыру көзделген. Ал үкімет басшысы Олжас Бектенов жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігіне толық кепілдік берілуі тиіс екендігіне екпін түсіріп, бұған дейін анықталған олқылықтарды айтты. Өткен жылдардағы тәжірибе көрсеткендей, балалардың жазғы демалысы мен олардың еңбекке баулу барлық жерде бірдей тиісті деңгейде ұйымдастырылмайды. Жұмыс көбінесе есеп беру үшін ат үсті жүргізіледі. Танымдық және мазмұнды іс-шаралар аз. Олардың сапасы нашар, балалардың қызығушылығы мен бейімін ескермейді. Қауіпсіздік және санитариялық талаптар бойынша шешілмеген мәселелер бар. Бұл проблемаларды 1 маусымға қарай шешу керек. Қазақстан халқына қорының қолдауымен 20 мың бала тегін демалуға мүмкіндік алады. Жалпы 2026 жылдың соңына дейін 50 балалар сауықтыру лагері құрылып, инновациялық шығармашылыққа арналған 100 орталық салынбақ. Азамат Бейбітұлы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.